4-ші сынып оқушысы Беспекова Жансая. Абай Құнанбаев. Ата-анаға көз қуаныш. Ата-анаға көз қуаныш, алдында алған еркесі, көкірегінде көп жұбаныш, гүлденіп ой өлкесі. Еркелік кетті, ер жетті, не бітті? Оқытарсың молдағаны, үйретерсің әрнені, медеу етіп ойсуны, жана тыныш көрмеді. Жасында күтті, дәметті, бұз қойтты. Ата көңілі жанбаса бір, артық өнер шықпаса, ел танымай үйтанып құр шаруасында ұқпаса, үміт қайда сон ойла, абайлар. Сүйер ұлың болса сен сүй, сүйенерге жарал ол. Сүйкімі жоқ құрмасыл бей, сүйретіліп өтер сол. Табылмас қайла, ойбайла, не пайда? Зарланарсың, ойланарсың, не болам деп, енді мен құрбылардан қорланарсың, тәңірінсіне сен де көн. Қайғысыз бенде, көрдің бе өміріңде, тәңірі сорлы еттебінде, не бітірер құржылап, жігер жоқ ақылы кенде, жамбасынан жатсылап, бір жаман мен бе, дедің бе көңіліңде. Адамның кейбір кездері көңілінде алаң басылса, тәңірін берген өнері көк бұлттан ашылса, сылдырлап өңкей келісім, тас бұлақтың суындай, кірлеген жүрек өз үшін тұрамыз істе жуынбай. Тәңірінің күні жарқырап, ұйқыдан күні ашар көз, қуатты ойдан басқырап, еркеленіп шығар сөз. Сонда ақын белін бөліп, алды артына қаранар, дүние күрін жуынып, көрініп ойға сөз салар. Қынша қарап қарамға, мұнмен зарды қолғалар, тектеніп надан зұлымға, шиыршақ атар толғанар. Әділет пен ақылға сынтып көрген білдірер алыс жақынға, солардың сөйле дегені. Ызалы жүрек тол қол, ол сия ашы тіл, не жазып кетсе жайла сол, жек көрсең деп өзің біл.